Барлықтарыңызға сәлем, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Зәмзәм суының пайда болу тарихы. Пайғамбарлар тарихында айтылғандай, пайғамбар Ибрахим алейхиссалам жаратушының қалауымен маған сендерді осы жерге қалдыруым бұйырылды деп, екінші жұбайы Ажарды және сәбиі Исмайылды алейхиссалам бірге елсіз сусыз жатқан Хижаз өңіріне алып келіп тастайды да, тұрған мекені Египетке қайтады. Ажар анамыз тәуекел еткен күйде әмірге бойұсынып, жаратушым бізге жеткілікті деп қана қала берген. Хазірет Ибрахим кеткен соң, Ажар ана қолындағы шаранасымен жапан далада жалғыз қалды. Бірақ қарап отырмай, сол жердегі бір ағаштың жапырағынан өздеріне пана жасап алды. Баласын кейде емізсе, кейде су берді. Көп ұзамай торсықтағы су да таусылды. Құндақтағы сәби қарны ашып, шырылдап жылай бастады. Анасы сәбиінің сай-сүйекте сырқырататындай даусына төзе алмай безек қақты. Жүгіріп Сафаның төбесіне шығып, жан-жағына көз салды. Айналадан тек ұшы-қиыры жоқ шөл дала мен тау-тастар ғана көрінді. Ол осыдан кейін кері қайтып, Мәруаның төбесіне шықты. Айналадан сол баяғы сахара мен таулар ғана көрінді. Бір жағынан айнала жүгіріп шаршаса, енді бір жағынан сәбидің ащы даусы жанын жегідей жеді. Ол осылайша екі төбенің арасында тыным таппай 7 рет жүгірді. 7-ші мәрте Мәруаның төбесіне шыққанда құлағына ғайыптан бір дауыс естілді. Ол дереу, ей дауыс, шаман келсе бізге көмектес деп айғайлады. Осы кезде дәл қазіргі Зәмзәм құдығының тұрған жерінен Жәбірейіл періште көрінді. Ол аяғымен яки қанатымен жерді қаза бастады. Бір кезде жерден бұрқ етіп мөп-мөлдір су атқылап қоя берді. Хазірет Ажар суды көре сала, қуанышы қойнына сыймай, жан-жағын бөгеп, бұлақтың көзін тұрмалап ашып, Мысыр тілінде Зәмзәм, тоқта, тоқта деді. Ақиық елші саллаллаху алейхи уассалам бұл туралы Аллах Исмайылдың анасы Ажарға рахым етсін. Ол Зәмзәмді алақанымен бөгемегенде, ол сөзсіз сарқырап аққан үлкен өзен болар еді дейді. Хазірет Ажар да, баласы да судан қанғандарынша ішіп шөлдерін басты. Жәбірейіл оған өмір сүре алмаймыз деп қорықпаңдар. Бұл жерде Қағба бар. Оның қабырғасын мына бала мен әкесі бірге қалайды деді де көзден ғайып болады. Ажар ана мен баласы Исмайыл осылай күн кешіп жатты. Бір күні бұл маңнан Жархам тайпасы өтіп бара жатты. Олар ұзақтан Қағбаның төбесінде бір құстың айналып ұшып жүргенін байқады. Жархам тайпасының ақсақалы құс бар жерде сөзсіз су болады. Қанеки, барып көріп келіңдер деп екі адамын жібереді. Олар сол жерге жақын бір төбенің басына шыға қап, суды көріп, өз көздеріне өздері сенбей дереу артқа қайтып, көргендерін ақсақалдарына жеткізеді. Олар бұлақ басына жеткенде, сол жердегі күркеде бір әйелдің құндақтағы сәбиімен ғана тұрып жатқанын байқайды. Олар әйелден, бізде осы жерге келіп қоныстансақ деп едік, осыған рұқсат етесің бе деп сұрайды. Ол, әрине болады, судан қалағандарыңша пайдаланыңдар. Бірақ түптің түбінде су біздікі деп таласпайсыңдар. Судың иесі мен деп жауап береді. Жархам тайпасы осылайша сол жерге шатырларын тігіп қоныс тебеді. Хазірет Ажар да олар келген соң жалғыздықтан айықты. Көп жыл өткен соң бұл жер қауымға елге айнала бастады. Бұл Ибрахим алейхиссалам дұғасының қабыл болуының белгісі еді. Жархам сол аймақтағы арабтардың тайпасы болатын. Хазірет Исмайыл өсе келе араб тілінде үйреніп, сол тайпаның бір қызына үйленді. Меккедегі қасиетті құдық Зәмзәм Қағбадан оңтүстік-шығысқа қарай 20 метр жерде Бәни Шайба қақпасы тұсында қасиетті қара тасқа қарама-қарсы орналасқан. Үсті күмбезбен көмкерілген. Құдық суы насостармен сорылып алынып, арнаулы орында түрлі көлемдегі ыдыстарға құйылады. Миллиондаған ғибадат етушілер қалағанынша ішіп, өздерімен бірге алып кетіп жатады. Бір ғажабы, Зәмзәм құдық суының деңгейі бір қалыптан не ауытқып, не азаймайды. Бүгінгі заман техникасы жер қойнауындағы су қоймасын, мұнай мөлшерін, табиғи газ ауқымын, түрлі қазба байлықтарының орналасу жағдайын оңай анықтап береді. Бірақ Зәмзәм құдық суының шын мөлшерін, қайдан шығып жатқанын ешбір аспап көрсетіп бере алмаған екен.
Ендеше зәмзәм құдығы жаратушы иенің пенделеріне деген сый етіп берген мұғжизасының бірі болып қала бермек. Зәмзәм суының қасиеттері. Кезінде пайғамбарымыз оған жаратушының сәлемі мен игілігі болсын, жер бетіндегі сулардың ең жақсысы зәмзәм суы деген. Сенімді сахабалардың бірі Ибн Аббас, оған жаратушы Аллах разы болсын, жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам зәмзәм суын бір мақсатқа арнап іш. Егер сен кеселден айығу үшін ішсең, онда жаратушы сені айықтырады. Егер сен тойыну үшін ішсең, онда жаратушы сені тойдырады. Егер сен шөліңді басу үшін ішсең, жаратушы сенің шөліңді басады. Бұл Жәбірейілдің тепкісінен шыққан жаратушының Исмайылға жіберген сусыны деп айрықша судың қасиетін баян еткен. Ислам дініне қызмет еткен көптеген ғалымдар зәмзәм суын ішкен кездегі тілектері қабыл болып, өзінен кейінгі ұрпаққа өшпес мұра қалдырды. Ислам шариғатының ең жеті ғұламасы Әбу Ханифа, оған жаратушы мейірімін төксін, ислам фих ғылымын игеріп, шыңына көтерілуіне зәмзәм суын ішкен кездегі дұға тілектерінің қабыл болғандығынан деп айтатын. Бұл қасиетті судың адамға тигізетін рухани ықпалдары ғана емес, сондай-ақ дене ағзасына тигізіп келген шипалық әсерлерінің сырын білсек деген ой төрткүл дүние ғылым иелерін ежелден-ақ қызықтырып келеді. Бұл орайда 2004 жылы Әлемдік денсаулық сақтау ұйымының өзі медициналық, биохимиялық түрлі зерттеулер жүргізіп, зәмзәм әлемдегі ең таза және денсаулыққа өте пайдалы жер бетіндегі минералды емдік сулардың ішінде қасиеті айрықша шипалы ауыз су екенін тұжырымды түрде растап, анықтама берген. Зәмзәм суымен емделіп, шипа тапқандар бүгінде жетерлік. Ол кеселдердің қатарында көз аурулары, бүйрек несеп, ішек ас қорыту және тыныс алу жолдары, буын аурулары, жүрек қан тамырындағы кеселдер, жүйке аурулары, рак кеселі, эпилепсия, тағы сол сияқтылар бар. Бүгінгі медицина шипалы суларды кеңінен пайдаланады. Сондықтан зәмзәм суын қолданғанда дәрігер маманның ақыл кеңесін алып, ағзадағы өзгерістерді бақылап отырған абзал. Әрине, шипа жаратушы иеден. Зәмзәм суы сол шипаның жетуіне себеп болатын көп мұғжизаның бірі, яғни үлкен ғибадат. Олай болса, зәмзәм суын ішудің де өз тәртіптері мен әдептері бар. Біріншісі, жаратушы ие атынан оған тәуекел етіп тілек тілеу. Екінші, қыблаға қарап үш бөліп ішу. Үшінші, тілегінің қабыл болатынына сенімді болу. Исламның ең киелі орындары Мекке және Мәдинаға барып, қажылығын өтеп келгендер, жора жолдас, туған туыстарыңызға әкелетін ең үлкен сыйлық ол зәмзәм суы болмақ. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.